Қайырлы күн баршаларыңызға. Бүгін мен сіздермен бірге қытырлақ баклажан салатын әзірлейтін боламын. Ол үшін баклажанды ортасынан бөліп, дәл видеодағыдай турап аламыз. Туралған баклажанды суға саламыз. Және судың баклажанның бетіне тұз себеміз. Сөйтіп 15 минутқа қалдырамыз. Тұздың дәмі сіңуі қажет. Одан соң 2 қызанақты алып, дәл видеодағыдай турап аламыз. Әрі қарай баклажанды судан алып, оның үстіне кукуруз крахмалын себеміз. Себебі кукуруздың қытырлақ болуы үшін. Және дәл видеодағыдай араластырып аламыз. Соусына чеснок, сұйық паприканы қосып араластырамыз. Баклажанды майға қуырып аламыз. Оның үстіне қызанақты салып, фетаксияны салып, салат жапырағын салып, дайындаған соуспен араластырамыз. Мінекей. Осылайша салатымызды ыдысымызға салып, қонағымызға ұсынатын боламыз. Астарыңыз дәмді болсын.